Ассалаумағалейкум. Мен бұл видео арызды берудегі мақсатым Қытай Халық Республикасы Үрімжі қаласы Дабаншың районында Бекей Сейсенбай деген азамат 1985 жылғы жігіт еді. Соны жазықсыз жәбірлеп тірідей тозаққа салып Қытай коммунистер қинап отыр. Бұның істің барысы былай болған. Бұл жігіт өзі нақты атасын білмеймін, 2017 жылдары бұл жігітті Дабаншың райондық ұйымдасқан, топтасқан парақорлардың үстінен арызданады бұл жігіт. Үрімжі ауданы мен Үрімжі қаласы бір ғой бұрын. Бұна Жанаргүл Жұматай қызы секілді, бұл да сол Делос секілді, бұл Дабаншың районының бастықтары да бұл көп қазақтардың күзеу, жайлау қыстаударын талан-таражылаған жұмыстар болған. Осыны қорғау мақсатында Бекей Сейсенбайұлы көптеп арыз қозғайды. Сен осы бастықтардың үстінен арыз қозғадың, сен мемлекетке қарсысың деп бұны екінші топқа соқтырып, содан кейін бұны өзі осындай бәлелі қылып, істі қылып түрмеге кіргізіп жіберген. Кейділер бұл үйғамаққа шығарыпты дейді. Үйғамаққа шығарса да және де бұны қорлық, зорлық көрсетіп, қайтадан осы 2023 жылы 2 айдың 6 күн алып кетті. Мен осы 2023 жылы 1 айдың 3 күні бұл жігітке сөйлескем, саған қорлық, зорлық көрсетіп жатыр ма Қытайда? Жағдайың жақсы ма десем, бұл коммунистік партия өте жақсы. Әке шешемнен де артық мейірбан, маңдайымнан сылап сипап мені бағып отыр. Мен разымын. Мен тек қана ұйымдасқан Дабаншың райондық топтасқан ірі коммунистердің парақорлығына қарсымын. Мен сонымен арызданам. Мен бақыттымын деген еді. Бірақ та коммунистік партия бұған осылай сый көрсете ме? Осылай аяқ асты етуге бола ма? Бұл жігіттің атағы абыройын қорғауды мен жалпы қазағымнан талап етем. Қытай коммунистік партиясы Дабаншың райондық атқару өкіметі бұл жігітті қоя беріңдер. Бұл жігіттің қылмыссыз деп мен бұл әлемге жар саламын.